Жүрегім, жас жүрегім, көктем едің бір кезде, тасқын едің, жастық. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім, көктем едің бір кезде, тасқын едің, жастық дәурен жалтақта қарайлайсың, сен ойласам ұйқымда қашты менің, қашты менің. Жастық дәурен жалтақта қарайлайсың, сен ойласам ұйқымда қашты менің, қашты менің. Қайран менің жүрегім, қыран құстай, қанат барда шыдайсың, қайтып ұшпа. Оңашада жылайсың, ағыл тегін, қаларыңда белгісіз, қайсы тұста, Қайсы тұста, қайсы тұста. Оңашада жылайсың, ағыл тегін, қаларыңда белгісіз, қайсы тұста, қайсы тұста. қайсы тұста. Өкінбеймін, күн зулап өте берсін, кейін келер жүрегім мені көрсін. Жырым мені ешқашан өлтірмейді, әнім мені алысқа жете берсін, Жете берсін, жете берсін. Жырым мені ешқашан өлтірмейді, әнім мені алысқа жете берсін, жете берсін. жете берсін. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Баршаңызды осындай бір керемет біздің іс-шарамызда көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы әуен ол адамның жан дүниесін емдейтін бір құрал деп есептейміз. Жалпы халықтың көңіл күйі, жалпы түрлі эмоциялары, оның ішіндегі түрлі ситуацияларда қалғанда осы әуен жалпы адамзатқа көмектесіп жатады. Енді бір осы керемет әуенде өзіміз өмір сүріп жатқаннан кейін осы Әулиекөл ауданының мәдениет үйінің барша өнерпаздарымен бас қосып
неге осы өзіміз ғана емделіп жүру керекпіз? Осы бір керемет әуенмен барша халықты емдейік, сол кісімен бірге емделейік деген шешім болып, осылайша жүрек соғысы атты терапия концертін ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Иә, жауында жастық шақ дейміз, әр кезең бар дейміз. Расында да барлығы бір өмірге келіп сайып жатады. Оның барлығы бір өмір. Бірақ біз өмірде көп дүниеден кешігіп қалып жатамыз, көп дүниеден сыртты қалып қойып жатамыз. Өйткені бұның барлығы сағаттың тіліндей сымырап жатқан уақыт. Шөп шыққанда бір қуанып, көк шыққанда бір қуанып, өмір өтті-ау зарға бағып, зарға бағып. Қызғалдаққа бір қуанып, сарғалдаққа бір қуанып, өмір өтті-ау зарға бағып, зарға бағып. Ескі доспен кездескенде есім шығып шын қуанып, өмір өтті-ау зарға бағып, зарға бағып. Өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, ғұмырымның бара жатыр жұлдыз бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы шарап, мұңлы шарап. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдыз ағып, жетем деген бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы шарап, мұңлы шарап. Қайран өмір сонша сүйген, кетесің-ау бір күн алыс, ғұмыр өтті-ау зарға бағып, зарға бағып. Иә, зорап жатқан өмір, бірақ дегенмен де бәріміз пенде болғаннан кейін өмір сүру міндетіміз. Иә, қашанғы мұңая береміз, кейбір сәттерде көңілді сәттерде көбірек болсын дейміз. Енді біз осы бір кешімізді ары қаратай бір жоғарғы нотада жалғастырайық. Көңіліңіз қалай, бәрі жақсы ма? Олай болса, бір жоғарғы нотада ары қаратай жалғастырайық. Астымдағы көк шалғын
Алгариге бірге көрейік па? Арыстанбек Құрманов. Қош келдіңіз. Керемет. Бір көңілдеріңіздің парқа ашылып қалды ма? Рахмет сіздерге, бірге шақырғандарыңызға, қошеметтеріңізге. Ал енді бірге әніміз. Арыстанбек. Арыстанбек. Кешіріңіздер.
енді әрекет айтсын. Репетиция. Жақсы, ал енді мына кешіріңіздер. Құрметті көрермендер, жалпы енді тағы да бір керемет сіздермен бірге балалық шаққа саяхат жасағымыз келіп отыр. Жалпы естеріңізде шығар, баршамыздың да енді балалық шағымыз бір керемет. Осында отырған енді көбісі де бізбен замандас, бізден үлкен кісілер екен. Одан әрі әке шешелерімізбен қатар кісілер. Балалық шақта түрлі қызықты сәттер болды, керемет өмір болды. Бәріміз де балалық шақта ана пештің түбінде анамыздың қасында отырып, шай ішетін кездер, анау тезек құятын кездер, тағы қандай өзеннен барып мұз ойып алып келетін сәттер, баршасы енді бір есімізге түсіп жатыр. Бәке ананы айтайыншы, таңертең ертесімен аналарымыз таңғы сиырдың сүтін сауып келіп, сосын тартып атады ғой. Сүт машинамен. Соның алғашқы қаймағы ағып жатқан кезінде шыдамай барып саусағымызды татып жіберді. Ай кезеңдер, ай. Керемет. Расында да сондай баршаңыздың бастарыңыз өткен шығар деп ойлаймын. Солай ма? Тіпті ол Пыжыма жеуші едік қой. Осы жерде бәрі бұжыма жегендер. Және анау майдың үстіне майды жап, оның үстіне қантты сеу, ұзынан нанды жеген сәттер. Енді айта берсе көп қой. Сол бір сәттердің бір керемет, сол балалық шаққа саяхат шегіп айтайықшы сіздермен бірге. Жалпы бір керемет, бір шәугім шай деген бір тамаша ән бар. Соны Арыстанбектің орындауында бірге тыңдайық. Bir şavım şay. Жігіттер қандай сосы ғой, Домбыра келмеді. Ареке, жігіттер сүймелдей берсін, сіз былай айта беріңізші. Домбыра қоясыңыз, жарайды. Ертерек дайындап қоймағасын көпшіліктен ыңғайсыздау болды. Жалпы енді құрметті көрермендер, кешірім сұраймыз. Техникалық ақаулық деп айтсақ келмей жатыр, енді адами ақаулық болып қалып жатыр. бір қошеметтеріңіз. Жарайды, ештеңе болмады деп ойлайық. Қошемет деп қойыңыздар, Арекеге бір шабыт беріп қойыңыздар. Қайтып бастан бастайық, тамаша ән, бір шәугім шай. Балалық шаққа саяхат. Bir şavım şay var mıydı естеріңде? Қара шәугім қайнайтын пештерінде. Қайран барынып қара терге, таңертең түс құятын кештерінде. Қайран барынып қара терге, таңертең түс құятын кештерінде. Қойдың қия отына құрғақталған, қара мұржа түтіні будақталған. Таң бозына тұратын қайран ана, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Таң бозына тұратын қайран ана, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Bir şavgım şay ішейін сырақтары, анамызды ешқашан жылатпайық. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен,
biz ара күн бір апталық келіп кетіп тұрайық сағынышпен айламен біз ара күн бір апталық қара шәугім қалдың ау қара қоста тамған терім анамның қолатпайы қара шәугім қалдың ау қара қоста тамған терім анамның қолатпайы бір шәугім шай барым еді естеріңде Рахмет. Расында енді жалпы жаңа әзілдеп жатырмыз ғой, дегенмен де осы өнерпаздың барлығы да ауылдан шыққандар. Жалпы былай қарап отырсақ, осы сахнада өнер көрсеткеніміздің де бір үлкен осы өнер көрсетуге үлесін қосқан ауыл шығар деп ойлаймыз. Балалық кезде анамыздың қасында жұмыс жасап жатқанда отырғызып қойып ән салғызатын еді. Ән салып отырып жұмыс жасайтын еді. Сондай кездерде еліктеушілікпен осылайша ән саласына да келген жайымыз бар. Мысалы енді сөзден сөз туады. Мысалы осы сахнаға келуімізге бір еліктеушіліктен пайда болып келген жандар осы жердегі. Сіздерде де болған шығар, иә? Мысалы бір әншіні сүйіп тыңдайсыз, сол әншіге сүйсініп қарайсыз. Ол кісінің сахнада жүріс-тұрысы, көзқарасы, ән айту манерасы, жалпы әнді жақсы түсіне біліп, халыққа жеткізе білуіне қарап тамсанып, соған еліктеу арқылы мінекей өсе келе өз жолын тауып сахнада өнер көрсетіп жатқан жандар. Мысалы енді айта кетсем, мен өзім әнші емеспін, бірақ дегенмен де бала кезде Мейрамбек Беспаевқа еліктеп өстім. Сол кісінің ән салу манерасын, сол кісінің жаңағы ән салып жатқанда көзқарасын салуға тырысатынбыз. Дәл сол кісі сияқты ән айтуға тырысып, даусымызды келтіріп салатынбыз. Сондықтан қаршығыда енді осы жерде мысалы біздің Нұржан кеше сөйлесіп отыр. Сәкен Майғазиевқа еліктеген. Даусы келе ма? Ұқсайды. Ерлан, білмеймін енді. Халықтың айтуынша Мақпал Жүнісоваға еліктеді. Әзілдеймін. Мақпал Жүнісова енді өзінен сұрайық, кімге еліктедіңіз сіз? Өтірік айтпай ақ қояйын, Мейрамбек Беспаев пен Сәкен ғой. Енді ол кісілер біздің бала кезімізде ол кісілерден дәуірі жүріп тұрды. Қазір де жүріп жатыр ғой, қазір мінекей үлкен жоғары буынға жетті. Енді сол сөзден сөз туып. Менен сұрайық. Сізден сұрайық. Арыстанбектен сұрайық. Сіз кімге еліктедіңіз? Жұбаныш Жексенұлы, өкінбе сен. Бір ән айту жақтарынан бір манералар келеді, ұқсастық бар. Мінекей, соның арқасында енді сол кісіге ұқсап кетпесе де, сол кісілерге еліктеу арқылы мінекей сахнада өнер көрсетіп жатыр. Жалпы Мейрамбек Беспаев ағамызға арналған бір ауылға сағыныш деген тамаша бір ән бар. Соны біз сіздерге ұсынғымыз келіп отыр, қабылдамаңыздар. Ұқсайсың менен бір туғанда, ұқсайды мінез қолған түр толғанда, анамның саусағынан қағып түскен ағадай жаңғалтаңда тұрдым барда. Анамның саусағынан қағып түскен ағадай жаңғалтаңда құрдым барба. Сағынған сағынышым бар басымда, ауылдан әзілшіннен бармас ірін, бөлейде біріншігін аққашатын, сағындың
Bozdağının botası edi, janımda şılatşı kurdum beni. Sağıngan sağınışım barmasında, avuldan azgın cennet barmasın. Ördidinler bir şeyi apkaşadım, sağındım kesiliyordu kargasında. Ördidinler bir şeyi apkaşadım, sağındım kesiliyordu kargasında. Sağındım Sahara'nın kır göktemi, sağındım Sarğısı'nın jel öteri, sağındım sarı gözlü qo'rladım, qaydadım ak boğazdım tizbekteri. Sağındım sarı gözlü qo'rladım, qaydadım ak boğazdım tizbekteri. Sağıngan sağınışım barmasında, avuldan azgın cennet barmasın. Öğretilerim şegin apkaşadım, sağındım kestirog'un qargasında. Öğretilerim şegin apkaşadım, sağındım kestirog'un qargasında. Öğretilerim şegin apkaşadım, sağındım kestirog'un qargasında. Өмір жайлы сұрай бермесем, өмірді мен әлзеттен көнбедім. Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар қан майданнан жалғыз ұлы келмеді. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеді. Өмір жайлы не түсінем мен деген. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен, өлмеген. Жалған айып таңылғанда көлденен, ақиқаттың әппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені көрді, нені сезді, не білді. Неге ақылды ақымақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді. Содан сұра өмірді. Күнде біреуін туады. Бірақ тиісті өлең таппадым. Шіркін-ай, бұл өлеңді қайдан тапсам екен? Шашылды. Ананы қарам, мынаны қарам шықпады. Басым. Мына өлеңдер басымды аштық бара жат. Мына әндер. Міне әнді шабамладым, аңғырладым, Саңдадым Оқаға лима
қақай. Күн қайда асығады, неде күш күннің нұрын жасырады. Қызарып соңғы сәуле шашырады, күн алмай барады шашын әлі. Несіне асығады? Міне, ойнашы. Күн қайда асығады, нендей күш күннің нұрын жасырады. Қызарып соңғы сәуле шашылады, күн күй алмай барады шашың әлі. О жарық дүнием-ай, қуатым-ай, несіне асығасың? Тұра тұрмай тірлікті басқа арнаға бұратындай. Түннен қорқам, мәңгілік тұратындай. Тоқташы, тоқтай тұршы, қуатым-ай. Жетпедім ұшағына күнді ойланып, жер неге асығады күнді айналып. Тірлікте қара түннің керегіне, кетпей ме онан дағы күнге айналып. О жарық дүнием-ай, қуатым-ай, несіне асығасың? Тұра тұрмай тірлікті басқа арнаға бұратындай. Түннен қорқам, мәңгілік тұратындай. Тоқташы, тоқтай тұршы, қуатым-ай. Тоқташы, тоқтай тұршы, қуатым-ай. Ерланға қошеметтер қойыңыздар. Қабылдарымызда соңында жатыр. Ал енді құрметті көрермендер, бізбен бірге ән салуға дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Бірге ән салайық. Бізді ғана тыңдап отыра бермеңіздер, сіздер де ән салыңыздар. Еркін кеш, еркін формат. Енді мына әннің алдында шамалы сіздерді бір жаттығу жасап алайық. Мына бір нотаны білеміз ғой, ә? До, ре, бәрі біледі екен. Мысалы, до қандай нота? Мінекей. До, бірге айтайықшы. До, бірге, и. Додан кейін қандай? Қараңыздар. До. Жоқ, доны айтамыз. Кеттік ал. До. Екінші нота. Ре. Ре. До. Ре. Бірге. До. Мәссаған. Миді айтқан жоқпыз, уже айтып жатсыздар. Керемет. Мына енді бірге ән салайық. Жалпы Шәмші Қалдаяқов ағамыздың сол кісінің кезіндегі әндерді білмейтін жан жоқ шығар. Енді қайда барсақ та ол әндерді айтпай кетпеске болмас. Сондықтан экранға назар аударып отырып, сөзін шығарамыз. Біздің жігіттер, қыздар сіздерді сүймелдейді. Бәріміз бірге шырқап көрейік. Дайынбыз ба? Ал кеттік. Олай болса, экранға шығара қойыңыздар. Бірінші ән кешікпей келем деп ең. Бірге. Ал кеттік. Аңсаға Жол жаққа
арыс жағасында. Қаттырып бірге. Рахмет. Қошеметтеп қояйық өзімізге. Мына енді бәріміз айтып жатырмыз, ұялмаңыздар. Бұл жерде бөтен ешкім жоқ, бәріміз өзіміз ғой. Сырттан келген қонақтар бар ма Әулиекөл ауданынан? Жоқ па? Тіпті ұялмаңыздар. Келесі әнді бірге шырқайық, былай істейікші, бәріміз бірге айтайықшы, арамызда айтпай жатқан жандар бар. Мына әнді айту арқылы жеңілдейсіздер. Дұрыс па? Бір емделейік. Ал кет, келесі әнді көрейік, ақ бантик. Кет. Келесі сырласу. Енді сырласып отырып, бүйтіп тербелеп отырып айтып көрейікші, бола ма? Енді түк отырып айтқан қиындау шығар, тербелеп айтып көрейік. Ал кет. Түн жамылып келеміз, қайсы ғашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, өшір жұмандасқан. Келесі ән жалғастырайық, құстар қайтып барады. Ал енді күрделеу. Көреміз ба айтып? Ал кеттік. Ал енді айқайлайық. Айтыңыздар қос. Тағы бір айқайлап көрейікші күшті. Шыққан сезімде. Жоқ, біздер тұрып көрермендерге рахмет, бір қошеметтейікші. Керемет ән салып баршасы. Бізде жақсы айтады екен, е? Ал енді осы бір керемет әндердің жалғасы болсын, бір Жайлакөл кештері деген тамаша Музарт тобының бір қоржындағы тамаша ән бар. Солармен осы бір буынды аяқтайық.
алаулап күн батса қырдасың, кетуші қалқатай сырласың. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кешмеді, есте ғой дариға жайлау көл кештері. Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға, гүлдерді тербетіп самалдың ескені. Жас еді дариға жайлау көл кештері, гүлдерді тербетіп самалдың ескені. Жас еді дариға жайлау көл кештері. Бүгілген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жайғаған, гүлдерді тербетіп самалдың ескені. Аңсаттың дариға жайлау көл кештері, гүлдерді тербетіп самалдың ескені. Аңсаттың дариға жайлау көл кештері. Есте ғой дариға жас еді дариға жайлау көл кештері. Базар іші дуылдап тұр. 12 жасар бала ана бес қарын саудагердің алдындағы құс етіне өзінің мына тарамыс қолдарын соза берді. Ана бірден байқап жекешпен итеріп жүр. Сонда мен ана құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар қаталсыңдар. Қаталдықтан әлі-азар қатарсыңдар. Өздерің оны көл-көсір жасырған менен мейірімге сарансыңдар. Мейірімге сарансыңдар, түбі содан жазаңды табарсыңдар. Шуақсыз не деген басы келді. Құлай емес пе жасын егенден. Мейірімі аңсап, жүрегі қансырап тұрған. Лақтырып тастап кеттіңдер күресі жерге. Сендерден алтын сұраман, сендерден алтын сұраман, өліп кетсем де, алтындарымды алмаспын төгіп кетсем де. Мейірімге ғана мұқтажым. Білесіздер,
сізге ғана мұқтаж. Анашым, қараңызшы. Мен сізге қаншама хат жаздым. Неге тастайсың? Қарағым, ботам, мен сенің артыңнан талай жыл жанымды шырақ еттім. Бірақ сол шырағымның жарығы саған жете алмай қалды. Сенің жанарыңдағы мұң менің күнәмнің көлеңкесі. Адам кейде өз тағдырымен арпалсам деп жүріп, өзінен де әлсіздеу жанды жауапсыз қалдыратын кеш сезінеді екен. Мен де сол кеш сезінгендердің бірімін қарағым. Өмірдің дауылы қатты соқты. Мен әлсіреп қалған едім. Сені жоғалтып алғанымды сол кезде емес, күнде сездім. Түнде жылап оянған сәттерімде сенің кішкене қолыңды ұстап тұрғанда елестететінмін. Ал қабырғаға түскен өз көлеңкем сенің бейнең болып көрінеді. Сенің әр жүдеу күлкің мына менің жүрегіме қадалған енеледі. Бақыттың білмей бағасын, адашты мекен анашым. Аң екес аңда қараусыз, қалдырмау жедау баласын. Жетімнің көзі жас екен, удан да дәмі ащы. Ананың мұзба жүрегі, баланың бауыры тас бекен. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанарда. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Анашым, қараңызшы. Қайсы? Мынаны мен сізге арнап жаздым. Анашым, мен мейірімнің не екенін білмеймін. Өйткені менің не әкем жоқ, не анам жоқ. Бірақ мына өлең жолдарын анаға хат деп жаздым. Бұл сезімді білмеймін, бірақ білетін адамдай жаздым. Тыңдап көріңізші.
жүрсің, оғынан сезінем білемін. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтар көргенше аман бол жананам. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтармын көргенше аман бол жананам. Сен алқанат арманың жүректің жібін байлаған. Сен есен сау жүрсең гүл боп құлпырған айналам. Сен үйреттің мейірім махаббат өмірдің бәрін. Сен ботақаным деген соң күмәнсіз ойнаған анам. Өмірімнің гүлі едің, сағынып мені жүрегің, жолыма қарап жүрсің, оғынан сезінем білемін. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтармын көргенше аман бол жананам. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтармын көргенше аман бол жананам. көргенше Өмірімнің гүлі едің, сағынып мені жүрегің, жолыма қарап жүрсің, оғынан сезінем білемін. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтармын көргенше аман бол жананам. Ағайын туыс бауырға сәлем айтуған ауылға, өзімде барып қайтармын көргенше аман бол жананам. Көргенше аман бол Сара Оспанова, жас әртісіміз, қошемет қойыңыздар. Марғұлан Назарұлы. Жалпы өмірде ешбір бала жыламасын. Әр бала Қазақстанның болашағы, елімізді өркендету үшін әрқашан еңбек ету үшін, дамуына үлес қосу үшін әр бала біз үшін маңызды.
сондықтан ешқандай бала жыламасын, ана жыламасын. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді, құрметті ағайындар, бір кішігірім сіздермен тағы бір экран арқылы жұмыс жасағымыз келіп отыр. Жалпы, араларыңызда бар ма? Ең ұзақ көрмеген анасын кісілер бар ма? Қол көтеріңіздерші. Көптен ұзақ көрмеген жан бар ма арамызда? Анасын сағынған. Кім? Сіз жоғары кетіп қалыпсыз ба? Бар ма төменде аналарыңызды сағынған жан? Бар ма? Апай, айтып көресіз бе? Кім бар? Айтыңыздаршы. Ұялмаңыздар. Бұл жерде өзіміз еркін отырасыз. Сізден көрейікші. Есіміңіз кім? Айдана. Анаңызды соңғы рет қашан көрдіңіз? Кешіріңіз, енді сұрақ қойып жатыр. Болған жоқ. Жақында ғана көрдіңіз, Жақсы, біз қазір экранға назар аударып, орныңыздан тұрып қойсаңыз, Біріншіден Айдана ханымға қошеметтеп қояйын. Бұл да үлкен ерлік. Дәл қазір экраннан текст шығар, соны бізге оқып берсеңіз. Ең бастысы болды. Анамызға деген сағыныш. Ана иісімен жұбататын жалғыз жан, көзіне қарамай-ақ көңіліңді ұзақ ұғатын жалғыз адам. Алыстасаң сағынасың, жақындасаң жаның тыныштық табады. Анашым, сен үнің шықпай қалғанда ішімнен сөйлейтін дауыссың. Мен сені сағындым. Жыламаңыз енді. Анаңызды жақында ғана көрсеңіздер, мінеке құрметті ағайындар. Осылайша біз сіздерді емдеуге тырысып жатырмыз. Келесі, енді әкелерімізді осы жерде қолдайтын шығар. Жалпы анадан кейін әкелерімізді әрқашанда анасын жоғары ұстап құрметтеген жанбыз. Арамызда бір әкеге сағыныш деген сөзді оқып беретін жан бар. Оқып берейікші. Бар ма? Келіңіз. Қошеметтеп қояйық. Есіміңіз? Әкежан. Әкежан, осы бір сөзді әкеңізге арнап бір оқып көріңізші. Әке, сенің даусыңды естімегелі көп болды. Сенсіз өткен әрбір күнім бір сағыныш, бір күрсініс. Жаным шаршаса, сенің бәрі жақсы болады деген сөзіңді аңсаймын. Сенің иығына сүйінгім келеді. Бірақ қазір тек естелікке сүйенем. Кейде аспанға қараймын. Сол жақта бір жарық бар сияқты. Бәлкім, сен мені содан бақылап тұрсың. Жанымда жоқсың, бірақ жүрегімдесің. Сағынышым үнсіз, бірақ шексіз. Рахмет. Әкежан, үлкен рахмет. Енді шамалы енді бірдеңе айтсам жылап қой. Көзіңізге енді мөлдіріп жасында келгісі келіп тұрған сияқты. Дегенмен де барша әкелерге арналған өлең жолы. Мына жерде үлкен ақсақалымыз бар. Аға, өзіңізбен бір көзіңізбен, апа сізбен көрейікші. Апа өзіңізбен көрейікші. Очкиіңіз бар екен, как раз. Жалпы бауырға арналған сөзді оқып беріп көрсеңіз. Бауырға арналған тексті оқып берсеңіз. Жақсы ма? Бауырыңызды елестетіп отырып. Есіміңіз қалай? Рузагүл ханымға қошеметтеп қояйық. Бауырыма сағыныш. Бала кезімде бір нанды бөліп жеп едік. Енді сен алыстасың. Мен сені сағынып жүрмін. Саған айтқым келетін сөз көп. Бірақ үндемей қояйын. Сен естігендей боласың жүрекпен. Бауыр алыста жүрсе де жақын. Сағынғанда ішінен бірдеңе үзіліп түсетін сияқты. Сен аман болшы, бауырым. Қалағаның бар екен.
Қатырақ қошеметтеп қояйықшы. Әкеге сағыныш, анаға сағыныш, бауырға сағыныш, жалпы бір ерекше сезімдер. Мінеке көрдіңіздер маған, енді баршаңызбен ойнағымыз келіп тұр, бірақ осыны оқытқымыз келіп тұр, бірақ дегенмен де уақыт шіркін тапшы ғой. Дегенмен де мінеке жаңа оқу арқылы ішкі дүниелеріңізді жеңілдетіп алдыңыздар апай. Сәл жеңілдеп қалдыңыздар, Бұл да енді көп жерде біз айта бермейміз әкемізге, анамызға, бауырларға дегенді. Бірақ осындай жерлерге айтып жатқанда адам жеңілдеп қалады. Енді үйге бар, керемет бір шай ішіп отыратын болыңыз. Ал енді бір соңғысы болсын, алғашқы махаббат деген бар. Кейбір кісілер қаттырақ күліп жатыр мына жақта. Алғашқы махаббат деген бар. Бар ма? Мына жақта. Кімдер бар? Келіңізші. Алғашқы махаббат. Бір енді елестетіп көріңіз, текст дайын болса кеттік. Сен менің алғашқы махаббатым едің. Айтылмаған сезім, орындалмаған арман болып қалдым. Сенің күлкің әлі күнге дейін есімде. Сені ұмытып кеткендеймін. Бірақ кейде бір ән, бір ес, бір көрініс сені қайтадан жүрегіме әкеледі. Сен менің естелігім болып қалдың. Алғашқы махаббат ешқашан ұмытылмайды екен. Майысып қалған десе. Бір басқа сезім болып кетті ма? Қай-қайдағы еске түсіп жатыр. Қошеметтеп қояйық. Енді Осылайша бір кішігірім жасап жатқан жайымыз бар. Дегенмен де енді құрметті ағайындар, алғашқы махаббат деген бұл ерекше сезім. Бұл да енді бала кездегі бір тәтті сезімдердің бірі шығар. Осы бір керемет сөздермен аяқтап жатырмыз. Ары қаратай осыны бір керемет әнмен жалғастырып өрбітіп көрейік. Мейрамбек Бесбаев бір керемет фильмге түскен кезде бала кезінде осы бір әндерді Алтынбек Қоразбаев ағамыз тамаша бір ән орындаған болатын. Қоразбаев ағамыздың әні ғой, қат айтып болмайды, масқара. Енді осы бір әнді сіздерге орындап берсін Нұржан. Құлақ тұрып тыңдап, сол бір керемет сәтке, керемет сезімге саяхаттап қайтайық. Өртенген сезімді қалайша өшірем, балалық кезімді қалайша кешірем, алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді, алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Өмірдің пәктігі жаныма сыйлаған, кештерді қайтейін кетуге қимаған, алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді.
алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосып қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Әнімді кімге мен арнаймын, үмітім үзілсе қайтып мен жалғаймын, жалғаймын, жалғаймын. Қанеке бәріміз бірге. Алғашқы келмейді, тағы да бірге. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ болсын, қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Керемет, алдарыңызда өнер көрсеткен Нұржан Қалжан. Бандықым Нұржан. Нұржан Керменбаев. Бүкіл ат жараса береді десе. Нұржан Төлендиев, қошеметтеп қойды. Керемет, рахмет. Қалай? Балалық шақ бір еске түсіп қайтқандай болдыңыздар ма? Жалпы енді махаббаттың ішінде өзі бала махаббат, алғашқы махаббат деген өзі бір сезімді. Яноға кетіп қалды? Жоқ әлет. Иә, кетіп қалды жада. Көңілес көтті ма? Атты жүрегін алып қойды деймін бала. Мыналарға не ол? Жүрек сылау. Мына енді әнді тыңдау бір бөлекте, әнді айту және халыққа жеткізу мүлдем бөлек қой. Сондықтан енді ана бала есіне бірдеңелер түсіп кетіп қатты. Жүрегін алып қойды деймін. Расында енді оңай емес қой негізі. Ол махаббат деген жалпы бір ерекше күйге бөлейтін, бір керемет сағынышқа бөлейтін, сондай бір керемет дүние. Соның ішінде осы бала махаббат мүлдем бөлек. Дұрыс па? Алғашқы махаббат деген ол өткінші нәрсе. Кішкентай кезде болады, өтеді, кетеді, ол неге бүйтіп қалу қажеті жоқ та олай. Жоқ енді ол. Жоқ, отырып алып неге махаббат жайлы біз талқылап отырмыз. Мен түсінбеймін. Алғашқы махаббатты айтып отыр. Жарайды енді жаңа. Мысалы, жаңа кетіп қалған дұрыс па еді, бәрін өзінше сөйтіп. Шарасы қызықсыз. Алғашқы махаббат неге осы жерге айтқан барсың? Жоқ, мен түсінемін, махаббат. Жоқ, енді болды жарайды енді. Нұржаннан шығып жатқанын айтып отырсың ғой. Жоқ, қараңдар. Махаббат. Анаға махаббатты мен түсінемін. Әкеге махаббат. Ана махаббат дедім. Алғашқы махаббат. Ана махаббат. Жоқ, Ереке. Жоқ, Ереке, ол балаға, анаға, әкеге мүлдем бөлек қой енді. Бірақ просто жаңа алғашқы махаббат деген сөзде шығып кетіп отыр ғой. Өлеңді айтты да кетіп қалған. Жоқ, сендер қызықсыңдар. Отырып алып ана махаббат, алғашқы махаббат, бала махаббат деп не айтып отырсыңдар? На то пошло махаббат деген жоқ вообще. Бәрекелді. Дәлелдеп беремін сіздерге. Неғып күліп отырсыңдар сендер? Мен өз басым бар ғой, 3 қызбен жүргем. Сол ма махаббат? Біреуі мені тастап кетті. Екіншісі мені тастап кетті. Үшіншісін айтпай қойды. Осы ма? Болды, үшіншісін айтпай қойдың. Жарайды, Жарайды, Ереке. Мен сендерге ойнамаймын. Маған неге прикол ұстап бұл енді сара қоясың. Қойыңдаршы, кет. Вообще қатыспаймын. Тұр deyіп кетіп қалды сен. Ареке. Ереке, махаббат деген бар ғой. Қойшы. Қатысыншы менен айтып жатсың, жарайды, сөзден сөз туып кетті, ештеңе етпес. Бәріміз тұрып кетіп қалайық. Жоқ, жарайды, болды. Негізі, Марғұлан Назарұлы, ренжімеңіз, бетіңізге айтайын. Бәрін сіз бастаған. Осының бәрін әңгіме қылып, осы жерде мені кінәлі қылып, енді
қарашы не болды Сенікі Аман сен не болды соңында мен кінәлі болып қалдым. Ана мен самал дей қалып барасың. Қазір кешіріңіз. Алмас кешіріңіз. Ерсылай бір ән бар еді, соны ойнап көрші. Тағдырымнан бағым едің, қиялымда жарым едің. Тағдырымнан сынағы болып жүрегімде сағыныш көп. Айым емес уайымымсың, бағым емес қайғымсың. Түн ортасы соңғы шағым, еске түсер әр қылығым. Өшті жалын, сөнді үміт, енді жаным мен ұмыт. Таңмен бірге бұл жүрекке жаңа үміт гүлдер екті. Сол гүлімді іздеп тауып, оны барша әлемдеймін. Шын махаббат бар екенін мына саған дәлелдеймін. Шын махаббат бар екенін мына саған дәлелдеймін. Ал енді құрметті ағайындар, керемет бір сезімге бөлек болса, бір делебе қоздырып алайық. Енді ортамызда Алмаз домбыраны құлағында ойнайтын азамат, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бір тамаша күйді күмбірлетіп жіберсін, сіздер бір делебе қосып, қошеметтеп қолдап отырсаңыздар.
Алмаз Кішкенбаев. Талана менде сүйемін сенде бауырма қоса назыңнан әсем сазыңнан әсем жаныма тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан қос едің ғой кең далама бауыр басқан аяздарда тоңбайсың ба боз торғайым жылыяға қонбайсың ба боз торғайым Тауқымет тартып тарықпа жаным қорықпа жаным құшағымда ашып кеудеме басып берейін жалын тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан қос едің ғой кең далаға бауыр басқан аяздарда қонбайсың ба боз торғайым жылыяға қонбайсың ба боз торғайым
Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті Жұмекен Нәжімеденов деген шығыс қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бір оқитын еді, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Altın kın asman, altından davası, yerlikten dastana, elini karaşa, yeşilin yerdiğin dalgamaz çıktı boy, namazın birliği kazanıp vakti boy. Benim gelen, gönlüm bana yegelemez, şarap bana tövgülümün yedim, tuğan şerim benim Kazakistan'ım. Urpakka жолашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қазылған уақыттың мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып егілеміз, жарым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Менің елім, гүлім болып егілеміз, жарым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Ал енді құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, осылайша жүрек соғысы атты терінде концерті өз мәресіне келіп жетті. Ал енді таныстырып өтейік, арнайы осы бір керемет кеште сіздерге өз өздерін паш еткен бүгінгі осы бір керемет акустикалық концертті керемет аспаптармен сүйемелдеген мінекей біздің осы ауданның керемет өнерпазы ағамыз, қаншама жастарды өсіріп өндірген ортамыздағы Молдабеков Ерсін ағамыз, қошеметтеріңіз. Және де домбырастармен сүйемелдеген домбырашы, күйші Хамитбек Алмаз. Және де мультиинструментал Какимов Арман. Және де керемет әндерді нақышына келтіріп, сарына келтіріп, арнайы сіздерге ән салған біздің әншілеріміз, солистеріміз Қасым Ерлан, Бірмағанбетов Арыстанбек, Айса Самал, және де Қуандық Нұржан, және де біздің Шабыт халықтық театрының жаңадан ортамызды толтырып жатқан өзіміздің актрисамыз Оспанова Сара. Және де осы бір кештің негізгі ұйымдастырушысы, барлығының басқасында жүрген, барлығын керемет қозылай ұйымдастырған, ортаға шақырайықшы. Күлтаева Нұржамал ханым, ортаға келіңіз. Бірге, сіздің де еңбегіңіз зор. Және де осы бір керемет дыбысты және де жарықты арнайы сіздердің көңілдеріңіз үшін шын ниетімен жасаған, арт жаққа қарап қойсаңыздар болады, анаға көшкаға. Пономарева Мариям. Және де осы экранда арнайы сіздерге керемет бейнебаяндарды ұсынып отырған біздің ауданымыздың қызметкері Туребаева Мөлдір ханым. Және де керемет режиссер Марғұлан Әбдібек. Осылайша кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Біріншіден келгендеріңізге алғысымызды білдіргіміз келеді.
әрқашанда жүректеріңіздегі соғып тұрған соғыстар ешқашан жүрек соғысы тоқтамасын. Кеш жарық өнерсүйер қауым, бүгінгі таңда бізде өте бір қуанышты жағдай болды. Мінекей барлығымыз естіген шығармыз, барлығымыз келген шығармыз. Бұл өнерпаздарды мен өз басым көптен бері білем, ешсінен бастап анау күйеу бола ма еді Ерлан, сол енді мынау өнерпаздарымыз өсіп келе жатыр. Мәдениетіміз сол халықтың айнасы болсын дейді. Сол жазғанға сай болатын болыңдар. Ерсін сен қалма, қартайма. Осындай нелер жастарды жинай бер. Ерлан, сен Шоқан мектебінің түлегісің ғой. Шоқан мектебінің оқушылар осы қатарда болсын. Сен де қартаясың ғой, сен де кетесің ғой. Қартқа келіп қалды. Ал енді осы тойға риза болдым. Кеше айтысты көргендер бар шығар. Біздің Айбекпенен Сара айтысты. Білесіңдер, иә, ол ақындарды. Әсия менен Аселханнан кейін шыққан ақындар, бірақ қазір елімізге танымал ақындар. Сонымен бірге қарасам залда, жиналған залда жартысы жоқ. Астананың мақтаныш қазақтары қайда кеткен деп ойладым. Енді сол кім біздің әлгі жүргізуші жүрсін, сен ерсін, ол жүрсін. Ол кісі отыр екен. Намысы келген шығар, мен түнімен ұйықтай алмадым. Қалай біздің халық өнерді жоғалта бастаған. Сондықтан осындай өнерге қатыса беру керек, осындай өнерге келе беру керек, осындай өнерді барлығымыз қолдау керек. Ерлан сияқты мен айта алмаймын. Раус біздің әр уақытта, әр эрада дәуірде өздерінің әндері бар. Мынау бағына сен жақсы жігіт екенсің, бүкіл қауымды көтердің. Ол сол әртістердің Ерланға қарай бермейміз ғой. Бәріміз айту керекпіз, бәріміз қосылу керекпіз. Ал енді қосылыңдар, маған Ескендір Хасанғалиев бәріміз білеміз, бір аузын ғанайды. Бұл құс туған жерден гүл іздейді, құдырың құштарыңнан бір үзбейді. Келесің гүлдеркен көз алдыма, өзіңді мені іздемей кім іздейді. Арна махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабылмай шыдайдай көп. Ән айтам, ән саған ұнайма деп, әдем-ау мені сүйсең ұнайма деп. Арманымның нұры, ақындықтың сыры, жастық шақтың жыры, әдем-ау көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсең көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсең әдем-ау. Байқаңыздар, көмектесіп жүріңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, үлкен рахмет. Шын өнерге арнайы құрмет көрсетіп келгендеріңізге рахмет. Мінекі жігіттер қыздардан үлкен сіздерге бас иеміз. Келесі кездесуге аман сау болыңыздар. Рахмет!